Көресіз біртінде келген оқушы шырақ жағу әдісі бойынша мына шырақтың артындағы жасырылған бедені анықтап отыра білеміз. Біртіндеп асықпаймыз. Аяғыз. Ешкімге айтпаймыз сұрақ не көргенімізді. Қандай екен? Молодец. Отыра қоямыз. Және келесі оқушы. Тез. Айтпаймыз не көргенімізді. Алады. Шырақ жағамыз. Facebook тобына отырамыз. Кәні білсесің? Кім екен? Отырамыз. Instagram. Кел апай. Ал кез келген аламыз, ка? WhatsApp. Сандармен орындалатын есепте отырады. Дұрыс па екен, балалар? Өсек осы жерде келесіні басып кел. Келесіге өтіп кел. Оқы. Алдымызда үшік тұр. Үшікке кіру немесе қасынан өтіп кету. Не істейміз? Үшікке кіру. Қасынан өтіп кету. Қасынан өтіп басады. Қасынан өтіп кету. Алдынан не шықты? Мұстан кемпір шықты. Не деп тұр Мұстан кемпір? Бұл менің ешім. Python тілінде негізгі арифметикалық қандай операцияларда қолдануға мүмкіндік беріледі. Python тілінде негізгі арифметикалық операциялар қосу, көбейту және қалдықпен бөлуді орындауға мүмкіндік беріледі. Өкінішке орай оларды жауап жоқ. 2 балда өзінде қалып тұр. Оқушылар өте төмен, қанша? Арифметикалық операция дегеніміз не? Сандармен орындалатын есептеу операциялар. Олар дұрыс жауап берді. Дұрыс жауап берді ме? 1 балл. Оқы. Дәрежелеу қандай белгімен белгіленеді? Олардың жауабы 2 жұлдызбен белгіленеді. Дұрыс жауап, Оқи қойшы. Қандай математикалық
материалдарды программа шақыру үшін ол қандай команда қолданып отыру қажет, олар белгілеу деген бұл жауап дұрыс емес. Дұрыс емес жауап. Кәлімар. Кинолента беріп тастайын. Бұл кинолентада жұптасы, оқушылар сұрақтарды маркермен белгілейміз, дұрыс жауабы. Бірдей сұрақты команда көріп жүрмедіңіз, маркермен мына ішіндегі мен экранға алып дұрыс нәтижесін шығарамын. Жұптасы бітесіз, екеуге орнына тастайын. Сығырығы бар жол, өткендерде тұратын жолда айтамыз. Бұл жолдан бірлесіп топ болып, бірлігімізді көрсетіп шығарайық. Сіздерге доп берем, есігінен кіргіземіз, және ортасындағы мынау шегелі сүруіміз керек. Орнымыздан тұрамыз бәріміз. Орнымыздан тұрамыз. Бірлесе отырып, қаны шегелі дөңгелетеміз. Бірлесе отырып, қай топ бірінші болады? Болды, қараймыз болды. Жақсы нәтижеде екінші бүккен үшін қолға бермеймін. Жаңа сендерге топтық бір медаль және Жоқ, Ақбілек өзінің бағын жетпеді көрсетеді. Ақбілекті 8 болды толық. Мен өзім оқушыларым айтамын. Мен өзімнің осындағы ертеңін әңгімеге өте жақсы деген бағаны білдім. Ол ма? Қалғанымыз тереңізден. Енді балалар топ басшыларына бағалы барақты есептесеңіздер. Топ басшылары бағалы барақты есептесеңіздер. Мен сол бойынша балалар күнделік мектепке жүктеймін. Топты бағаламыз. Бағалығыңыз түсіндік па?